Арыс қаласының білім бөліміне қарасты Аққала жалпы білім беретін мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесінде мектеп директоры Гүлмира Әуезованың ұйымдастыруымен біз сыйға берген домбыра атты бетпе-бет кездесу өтті. Кездесудің мақсаты біртұтас тәрбие бағдарламасын жүзеге асыруға негізделген. Болашақ ұрпақтың бойындағы құндылықтарды дәріптеу және Аманат партиясының ұлттық мұра жобасын жүзеге асыру. Балаларды қорғау күніне орай болашақ ұрпаққа өшпес із қалдыру мақсатында өткен кездесу ұлттық бимен ашылды. Қазақ пен домбыра егіз ұғым, оларды бір-бірінен ажырату әсте мүмкін емес. Ұрпақтан ұрпаққа аманат ретінде беріліп келе жатқан музыкалық аспапты насихаттау жұмыстары жоғары деңгейде жүргізілуі тиіс деген Аққала жалпы білім беретін мектебінің директоры Гүлмира Әуезова жоба туралы айтып демеушілерге алғыс білдірді. Ұлттық мұра деген жоба бар, оны бәкең білет. Бұл Түркістан қаласында үлкен форумда отырып, осындай жобаны істесек деген маған ой келіп еді. Міне осы жобаның бүгін сәті келіп отыр. Осыған жаңағы уақытым жоқ демей, елге көңіл бөліп, өздеріңіздің ұстаздарыңызбен кеңесінде бүгін апайларды шақырып отырмыз. Қандай керемет тұлға тәрбиелегенсіздер деп. Осы іс-шара жалғасын табады деп ойлаймыз. Мына форматының өзі бетпе-бет кездесу. Мына шәкірттеріміз біздің ауылдан да осындай кісілер шыққан ба деп сүйсініп, ертеңгі күні осы кісілерде біз де болайық деп, өздерінің ойында көкейінде бір серпіліс, жүрегіне жылу, жүрегіне осындай мейірімділік танытып отырған аға-апаларындай болсын деген бізде мақсат болды. Сондықтан мынау келгендеріңізге көп-көп рахмет. Көзге көріне бермейтін мәні зор домбырадан қалыптасқан тәрбие үлгісі адамның ой ұшқырлығын шыңдауға, ата-бабадан кәсіп болған дәстүрді дамытуға, өнер арқылы білімге терең бойлауға мүмкіндік тудырады. Рухани құндылығы мол шарада қоңыр домбырамен ән шырқалып, қонақтарға көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Біз сыйға берген домбыра атты бетпе-бет кездесуінің жанданып, мектепке домбыраның келуіне себепкер болған қонақтарға Түркістан облысы Аманат партиясының Арыс қалалық филиалының төрағасы Бақтығали Ділдәбеков рахмет айтып, арнайы алғыс хаттарын және Арыс қалалық мәслихатының төрағасы Қайрат Ахметовтың құрмет грамотасын табыстады. Жақсы адам өнеген ұрпақтың жемісі дейді. Жақсы бала ата-ананың айнадағы бейнесі дейді. Түріктің ғұлама педагог айтады. Ата-ана химиялық элемент сияқты дейді. Су тегімен оттегін тұрады дейді. Су тіршіліктің көзі дейді. Су лайланса, тіршілік лайланады дейді. Сол сияқты біз ата-ана баланы тәрбиелеп, біздің мақсатымыз, түп мақсатымыз осы іс-шараның бәрі біздің ұрпағымыз үшін. Бір өнерде шекара жоқ дейді. Бір Димаштың өзі өнерімен әлемді қазақ танытып жатыр, спорт саласы болсын. Сол сияқты кім кекілдік береді, ертең осы домбыра үйренген шәкірт Аққаланы емес, Арысты емес, елімізді бүкіл әлемге мәшһүр етуге, дұрыс па? Сондықтан мына сіздердің құрметті түлектер, кәсіпкерлер дейміз, жанашыр, мына өткен азаматтарға бастама, бұл осы идея жалғасына үлкен неге ұласу мүмкін. Сондықтан мына біздің ұлттық құндылығымыз домбыра мен қазақ егіз ұғым. Сондықтан мына үлкен бастама дейміз. Сондықтан мына кісілерге бас иіп құрмет көрсету керек.
Келген қонақтарға мектеп әкімшілігі өз алғыстарын білдіріп, арнайы құнды кітаптарды табыс етті. Болашақта домбыра үйірмесін ашып, болашақ ұрпақтың ұлттық аспапқа деген қызығушылықтарын арттыруға ықпал ететіндерін айтты. Сара Кеңесбай, Бағдат Қайратұлы, Арт ТВ жаңалықтары.